Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Бүгін мен ет жайлы әңгімелескім келіп отыр, және әңгіме айтып кетіп отыр. Көп адамдар беш бармақ деп сөйлейді. Мен оған қарсымын, дегенмен оны орыс ағайындарымыздың қойып кеткен аты, мына бес саусақпен жегеннен кейін сол беш бармақ деп. Бұл өзінің таза атауы ет асу. Соны ұмытпаңыздар, соны ел жұртқа айта жүріңіздер. Енді ет жеп, еттің ішіндегі енді жамбас бар, не бар, бәрін айтып атамыз. Көп адамдар маған сұрақ қоятыны, міне мынау белдеме. Бұл белдеме дегеніміз неге тартылады және кімге тартылады? Белдеме ол былай айтқан кезде барлық сүйектермен бірге жүре береді, жамбаспен де жүреді, қыз табаққа да тартылады, басқа да табақтарға, құда табаққа да тартылады. Оның үлкен сүйектің бірі мүшесі. Өзінің атына сай белдеме болып тұр ғой. Бірақ та біздің қазағымыз бұл белдемені жора жолдастарымен ойнай отырып, қалжыңдаса отырып, осы белдемені сол сүйікті жақын достарына тартқан екен. Үлкен қонақ көріп, дегенмен белің үзілмесін, аман сау бол, тірі бол, бар бол деген ұғымға беріледі. Сондықтан да әр қазағың үйінде ет үзілмесін ағайын, белдеріңіз үзілмесін, мықты болыңыздар, қазағым ағашында батыр болсын, үйлеріңізден ет үзілмей, осы жора жолдастарыңызбен осы әңгімені айта отырып тартсаңыздар болады. Сау саламат болыңыздар ағайын.